Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде бірінші сабақ. Заттарды санау, онға дейін санауды үйренеміз. Бірінші есепке қараймыз. Суреттегі заттарды сана. Неше сөзін пайдаланып, сурет бойынша сұрақтар құрастыр дейді. Енді біз неше деген сұрақты қоюымыз керек балалар. Суретте неше сыйлық қорабы бар? Суретте неше сан жазылған? Суретте неше шар бар деп жазамыз да балалар. Осы сұрақтарға санап жауап береміз. Және де балалар, суретте неше бала бар десек, суретте неше тәрелке бар десек болады. Суретте неше бәліш бар деп сұрақтар құрастырсақ болады екен балалар. Номері екінші есепке қараймыз. Нүктелер мен саусақтар қандай сандарды көрсетіп тұр? Осы сандардың жазылуын карточкалардан көрсет. Сандарды тура және кері ретпен ата дейді. Бірінші суретте бір нүкте берілген және бір саусақ көрсетіліп тұр, е? Екінші суретте екі нүкте көрсетілген және екі саусақ көрсетіліп тұр. Үш дегенде үш нүкте және үш саусақ көрсетіліп тұр. Төрт дегенде төрт нүкте және төрт саусақ көрсетіліп тұр. Дәл осылай онға дейін көрсетіліп тұр екен балалар. Енді балалар, осы сандарды карточкалармен көрсетеміз. Бір саны қайсымен сәйкес? Екі деген мына нүктемен екі саусақ қай карточкамен сәйкес? Дәл осылай барлық онға дейінгі сандарды сәйкестендіріп көрсетіп шығамыз балалар. Енді балалар, осы сандарды тура және кері ретпен ата дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Біз сандарды тура атадық. Енді кері айтамыз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Цифр санды жазуға арналған таңба. Сан санаудың немесе өлшеудің нәтижесі. Номері үшінші есепке қараймыз балалар. Бір затты жасыр. Ол реті бойынша нешінші тұрғанын досыңа айт. Асын қараймыз. Бірінші қонжық тұр. Екінші робот тұр. Үшінші машина тұр. Төртінші тауық тұр, я балалар. Енді осының ішінен роботты жасырайық балалар. Ол бізде нешінші тұр балалар? Робот бізде екінші тұр екен. Енді балалар, әсінде дәл осылай бір ойыншықты жасырып, оның нешінші тұрғанын анықтаңдар. Номері төртінші есепке қараймыз. Өзіндік жұмыс. Заттарды сана. Олардың санын карточкалардан көрсет. Бірінші шаршының ішінде бір ойыншық тұр, е? Оны бір деген карточкамен сәйкестендіреміз. Екінші шаршының ішінде 4 ойыншық тұр. Оны 4 санымен сәйкестендіреміз. Үшінші шаршының ішінде 3 ойыншық тұр. Оны 3 деген карточкамен сәйкестендіреміз. Төртінші шаршының ішінде 5 ойыншық тұр. Оны 5 деген карточкамен сәйкестендіреміз. Ең соңғы 5-ші шаршының ішінде 2 ойыншық тұр. Оны 2 деген саны бар карточкамен сәйкестендіреміз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Егер менімен сабақ оқыған ұнаған болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңдар.